Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше жасалынатын бенто тортының рецептін ұсынатын боламын. Бұл бенто торты бір порцияға арналған, яғни бір адамға арналған порция. Өте ерекше әдемі болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге бөлме температурасындағы жұмыртқа қажет. Жұмыртқаны алып, ыдысымызға салып аламыз. Үстіне қантымызды қосып, миксердің көмегімен, миксердің жай жылдамдығынан бастап ұлғайта отырып миксерлейтін боламыз. 2 есе ұлғаю керек, яғни массамыз әппақ болып, осылай үлкейгенше миксерлейтін боламыз. Енді осы массаның үстіне бөлме температурасындағы сүтімізді құйып, тағы да кішкене миксерлеп жібереміз. Көп миксерлеудің қажеті жоқ. Енді ұнымызға разрыхителді қосып араластырып аламыз. Міндетті түрде илектен өткізіп, ұнымызды қосатын боламыз. Ұнның барлығын бірден қоса салмаймыз. 2-ге немесе 3 бөлікке бөліп, міндетті түрде илектен өткізіп, яғни қосатын боламыз. Лопатканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Миксерлеудің қажеті жоқ, тек қана осылай жоғарыдан төмен қарай жақсылап араластырып, массамыз біріккенше араластырып аламыз. Енді осы массамызды пергаментный бумагамызды төсеп, қалаған формаларыңызға салып пісірсеңіздер болады. Мен осылай противенге салдым. Барлығын жазып шығатын боламыз. Мінекей барлығын жазып алдық. 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Міндетті түрде алдын ала суытып алыңыздар. Мінекей достар, біздің бисквитіміз пісті. Қараңыздар, өте керемет, жұмсақ, дәмі де әдемі болып шықты. Енді осы бисквиттарымызды пиалайдың көмегімен немесе стаканның көмегімен қалауларыңызша осылай домалақтап форма қылып алатын боламыз. Мен барлығын осылай пиалаймен жасадым. Бенто торты кіші болғандықтан осылай жасамыз. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге сливки, салқын болуы қажет, творожный сыр, сахарный пудра үшеуін жақсылап миксерлейтін боламыз. Құрамындағы заттарын төменге описанияға қалдырамын, сол жақтан қарасаңыздар болады. Қоюланғанша миксерлейтін боламыз. Біздің креміміз дайын. Енді жаңағы кішкентай корждарымызды қоя отырып, арасына осылай кремімізді жағып, және шет-шетіне осылай форма қылып жасап аламыз. Арасына кез келген начинканы қосаңыздар болады. Мен бананды қойып шықтым. Кез келген киви дәмді фруктыларды қойсаңыздар өте керемет дәм береді. Мінекей арасына осылай 2 слойға қылып жағып, кремімізбен әрлеп шығатын боламыз. Бұл торт өте кішкентай болады. Мен өзімізге жасаған соң кішкене үлкейтіп жасадым. Негізі бұдан да кішкентай болады. Енді шет-шетіне кремімізді жағып шығамыз, және осындай құралдың көмегімен тортты әрлейтін тортымызды тегістеп алатын боламыз. Өте оңай әрі дәмді, ерекше болып шығады. Міндетті түрде дәл осы менің рецептімен жасап көріңіздер. Және каналымда түрлі тағамдардың, түрлі тәттілердің рецептісі бар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, қолдау жіберуді ұмытпаңыздар. Енді қалауларыңызша әртүрлі түсті қылып сәндесеңіздер болады. Мен осылай жүрекшелерді қойып, осылай жазып шықтым. Келесісінде дәл солай жасап алдым, және осылай қызылды үстіне жағып, тура осы күйінде айналдырып шықтым. Сонда бізде осындай әдемі қып-қызыл тортымыз пайда болды. Қалауларыңызша сәндейсіздер, өте оңай жасалады. Міндетті түрде дәл осы менің рецептіммен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Өте дәмді, әсіресе қазіргі кезде хит болып жатқан торттардың бірі. Каналым ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұрия Амангелді.